Анаңыздың сізге жазған хатын қабыл алыңыз. Сен өте ұзақ күттірген ұл қызымсың. Сен ең қалаулы, ең сүйікті, ең жақсы, ең дұрыс, ең ерекше перзентімсің. Осы сөздерді саған жиі айтпағаным үшін мені кешірші. Әр атқан таңымда сенің жолының ашық болуын Алладан сұраймын. Сенің күніңді, сенің тағдырыңды, сенің жолыңды, сенің бақытыңды тілеймін. Әр оянған күнінде сенің ерекше перзент екеніңді сеніп білгеніңді қалаймын. Ерекше деуімнің себебі сен ең нәзік, ең сезімтал адам бола аласың. Ұсақ нәрсені де байқайтын, ешкім ешқашан көре алмайтын ұлы сезімді сезе аласың. Ешкім сезіп көрмеген сезімді басынан өткере аласың. Себебі сен ерекшесің. Бұл ерекшелікте менің саған деген сенімім бар. Бұл ерекшелікте өте көп сенің күшің бар. Мен сенің ешқашанда үмітіңді үзіп берілмегенді қалаймын. Мен бұл өмірде болмай қалған жағдайда да мықты болғанды қалаймын. Сен ерекше болып қала бересің, ешқашанда берілме. Сен бар болғаның үшін бағалысың. Сен бұл өмірге бақытты болу үшін жаралғансың. Осыны әрдайым есіңде сақта.